Саламатсыздар ма балалар, менің сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, күнделікті сабақ сіздерге көрініп тұрады. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ қазақ әдебиеті 5-ші сынып, дүние қалай етсең табылады. Яғни, бұл тақырыпта француз жұртының бір білімді адамы жазған екен. 1791 жылы университетте оқып жүрген кезімде жас кезім, жігіт кезім еді. Ол кезде әр апта сайын Версаль қаласына шешеме барып тұратын. Сонда күнде барып жүрген кезінде апта сайын бір Антон деген жігіт тіленшілік, яғни қайыр сұрап отырушы еді дейді. Бір күні сол жолмен келе жатқан кезде бір орта бойлы арықтау кісіге жолығып қалдым. Сосын екеуміздің жөніміз бір болғаннан кейін, баратын жеріміз бір болғаннан кейін бірге келе жатқанымызда баяғыдай Антон алдымыздан шыға келді. Сонда қасымдағы кісі оған тоқтап Антонның бетіне қарап айтады: "Сен бетіңе қарасам, жүзіңе қарасам, әп-әдемі кісі көрінесің. Жұмыс істеуге қуатың да бар. Өзің жап-жассың, сөйтіп тұрып мынандай жаман іспен неге айналысып жүрсің? Сен бай болғың келе ме? Егер бай болғың келсе, мен саған ақылымды айтайын. Мен өзім де сен сияқты кедей болдым, бірақ кедей боп, сен сияқты қайыр сұрап тіленшілік жасағаным жоқ. Әр ауылдан, әр елден, әр қаладан қыдырып жүріп, боқтық арасынан, яғни мусордың арасынан, жай кісілерден немесе әртүрлі шүберектерді, қағаздарды жинап алып жүрдім. Ол шүберектерді, қағаздарды фабрикаларға барып сатып, сонымен азды көпті ақша тауып жүрдім. Одан кейін сол ақшаларымды жинап, бір есекпен бір арба сатып алдым. Содан жаңағы жинаған заттарым көбейген соң, арбамен есекпен таситын болдым" дейді. Ескі құсқы заттарды әрбір үйлерге кіріп, шүберектерді жинап, арбамен сауда жасай бастадым. Сөйтіп, 7 жылда 10 000 франк ақша тауып, үлкен фабрикаға кірістім дейді. Жасым жас, істеген істерім нық, күшім бар, өзім жинақтымын, еріншектікті білмеймін, жалқаулықты білмеймін. Сөйтіп, осында 2 айдық тас жұртқа жеттім дейді. Тас жұртым дегеніміз ол фабрика. Сол фабрикамның біреуін балама бердім дейді. Өйткені балам осы фабрикасы болса аштық көре қоймас деп, себебі оны кішкентайынан еріншектікке, бос жүруге, жалқаулыққа үйреткен жоқпын дейді. Осы айтқанымды машақаттанудан, күнделікті әдетке айналдырудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон дейді. Сол кезде Антон естігеннен кейін ойға қалып, қайыр сұрауын кәдімгідей ұмытып, тоқтатып тұрып қалады. Содан 1815 жылы Версаль қаласында өтіп бара жатқан кезде бір кітап дүкенінен кітап сатып алуға кірдім. Дүкеннің ішінде приказчиктерге бұйрық беріп тұрған бір адамды көрдім дейді. Ол купец еді. Бұның түрі, жүзі таныс, жүрегіне, көңіліне жылы көрінеді. Сөйтіп тұрып, жаңағы кісіге ойланып қарап тұрған кезде, ол кісі қасыма келіп: "Айып етпеңіз, осыдан 25 жыл бұрын сіз оқып жүрген кезіңізде, жас кезіңізде Версаль деген қалаға апта сайын бір үйге барып тұрушы ма едіңіз" дейді. Сол кезде есіме түседі. "Сен Антонбысың" деп таңғалдым дейді. "Иә, рас, сондағы қайыр сұрап жүрген тіленші мен Антонмын. Сол жүрген кезде сіздің қасыңызда бір кісі келіп маған ақыл айтқан еді: тіленшілікті таста, жұмысқа кіріс деп. Мен содан тіленшілікті тастап жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында мінекей, сол кісінің айтқаны келіп, бай болып, осы дүкеннің иесі болдым" дейді, деп жазады француздың бір білімді адамы. Балалар, әңгіме өте қызық болды. Бұнда әңгімеде тек қана әңгіме айтылып қана қоймай, адамды еңбекке шақырады, ерінбеуге, жалқаулық болмауға, өмірді жақсы өмір сүруге, өз еңбегімен адал өмір сүруге шақырады. Сонда сен егер ерінбей еңбек етсең, білімді болсаң, оқысаң, сен қалаған арманыңа жетесің. Денсаулығың да мықты болады, бай, бақуатты боласың. Білу. Бірінші, әңгімеде қай елдің білімді адамы туралы баяндалады. Екінші, Антон деген кім? Үшінші, Антон немен айналысушы еді? Антон кіммен кездеседі? Ол адам Антонға қандай әңгіме айтады? Антон кездейсоқ адамның әңгімесін қалай қабылдайды? Осы сұрақтарға жауап берейік.
Бірінші сұрақтың жауабы әңгіме қай елдің білімді адамы туралы? Ол француз елінің білімді адамы туралы. Антон деген кім? Ол тіленші, қайыр сұраушы. Антон немен айналысушы еді? Үшінші, қайыр сұраумен. Төртінші, Антон кіммен кездеседі? Орта ойлы, арықтау кісіге жолығады. Ол адам Антонға қандай әңгіме айтады? Ол адам мен де кедей болған, бірақ тіленшілік қылғам жоқ дейді. Сен де тіленшілік қылмасаң, жұмыс істесең, еңбек етсең, бай боласың дейді. Алтыншы, Антон кездейсоқ адамның әңгімесін қалай қабылдайды? Ол терең ойға кетіп, тіленшілік, қайыр сұрауды ұмытып тұрып қалады. Түсіну. Антонның қайыр тілеу себебі неде? Неліктен Антон еңбек етуге шешім қабылдайды? Антонның бөтен адамның ақылын тыңдауы нені білдіреді? Әңгіме неліктен дүние қалай етсең табылады деп аталады? Осы сұрақтарға жауап берейік. Антонның қайыр тілеу себебі жалқаулығынан, еріншектігінен. Екінші, неліктен Антон еңбек етуге шешім қабылдайды? Бір кісінің сөзі оған қатты әсер етеді. Антонның бөтен адамның ақылын тыңдауы нені білдіреді? Яғни оның ақыллылығын білдіреді. Төртінші, әңгіме неліктен дүние қалай етсең табылады деп айту себебі ол ерінбей еңбек етсең дегенді білдіреді. Ерінбей еңбек етсең, дүние өзінен өзі табылады. Талдау. Әңгімеде орын алған адами қасиеттерді салыстырып көріңдер. Яғни әңгімеде болған қасиеттер ақылдылық, еңбекқорлық, табыскерлік, дәулетті көтере білу, үлкенді тыңдау деген жақсы қасиеттер кездеседі. Одан кейін келесі жинақтау. Әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтаңдар. Яғни әңгіменің тақырыбы ол дүние қалай етсең табылады дегенде, яғни еңбек ету жайында болса, оның идеясы ерінбеу, еңбек ету, жалқаулықтанбау. Ерінбей еңбек етсең, еңбегі аздың өнбегі аз, еңбегі көптің өнбегі көп деген мақал туындайды. Келесі қолдану. Шығарма мазмұнын ашатын мақал мәтелдерді жатқа айтыңдар. Екінші, әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме беріңдер. Үшінші, әңгімені мазмұндаудың жоспарын құрып, келесі тапсырмаларды орындаңдар. Үзіндіні бірнеше бөлікке бөліңдер, әр бөлікке атау беріңдер, әр бөліктің негізгі ойын білдіретін сөйлемдерді табыңдар, кейіпкерлерді сипаттайтын сөз тіркесі сөйлемдерді анықтаңдар, мәтіндегі барлық кейіпкерлерді атап беріңдер, мәтіндегі оқиға орын алатын жерлерді атаңдар, үзіндіні аяқтаудың нұсқасын ұсыныңдар. Шығарма мазмұнын мақалдар айтатын болсақ, ашатын. Еңбегі көптің өнбегі көп. Еңбегі менен ер сыйлы, өнбегі мен жер сыйлы. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет. Еңбегіне қарай табысы, ерлігіне қарай дабысы. Еңбегінен ел таныр. Еңбегің болмаса елге өкпелеме, ықтасының болмаса желге өкпелеме. Екінші, әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме беріңдер. Яғни бір кісі ол ақылды, дәулетті, сабырлы, қарапайым, пысық, мәдениетті, көпті көрген кісі. Ал Антон ақылды, жас, сабырлы, еңбекқор. Әрине басында Антон жалқау, еріншек болды, бірақ кейін бір кісінің ақылынан кейін ол жөнделді. Үшінші, әңгімені мазмұндаудың жоспарын құрып, келесі тапсырмаларды орындаңдар. Яғни үзіндіні бірнеше бөлікке бөліңдер. Үзіндіні әр бөлікке атау беріңдер. 4 бөлікке бөлдік. Ол бірінші атау Антонның қайыр сұрауы, екінші бөлім бір кісінің ақылы, үшінші бөлім терең ойға кету, төртінші бөлім Антонның өзгеруі. Әр бөлімнің негізгі ойларын анықтайтын болсақ, бірінші бөлімде әдетінше манағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Екінші бөлімде бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын, мен де кедей едім, тіленшілік қылғаным жоқ, менің айтқанымның бәрін машықтансаң бай боласың деді. Ал үшінші бөлім негізгі ойы, Антон бұл сөздерді естіген соң ойға қалды. Төртінші бөлімде мен сондағы көрген тіленші Антоныңызбын. Сол кісінің айтқандары көңіліме кіріп тіленшілікті тастап, қазір осы зор дүкеннің иесі болдым дейді. Осы сөздер әр бөлімнің негізгі ойы болып келеді. Кейіпкерлерді сипаттайтын сөз тіркесі мен сөйлемдерді анықтайтын болсақ, олар кейіпкерлерді сипаттайтын сөз тіленші, орта бойлы, арықтау, әп-әдемі, бай, кедей, жасым жас, ісіме нық, жинақтымын, еріншектік, реуішті, таныс, малыма күтімді деген сөздер. Бұлар кейіпкерлерді сипаттайтын сөздер. Мәтіндегі барлық кейіпкерлерді атайтын болсақ, бір білімді адам, яғни ол жазып отырған адам, одан кейін Антон және бір кісі. Мәтіндегі оқиға орын алған жерлер Версаль и Брюссель қаласы.
Үзінді аяқтаудың нұсқасы. Антон сөзін аяқтаған соң мен қатты қуанғанымнан құшақтап алдым. Себебі оның бұл ісіне риза болдым. Еңбегі аздың өнбегі аз, еңбегі көптің өнбегі көп деген осы да. Баға беру. Антон қандай адам деп ойлайсыңдар бірінші. Екінші, қайыршы Антонға бейтаныс кісінің ақылы қалай әсер етті? Антон бұл сөзден қандай қорытынды шығарды? Үшінші, әңгіме мазмұнынан қандай түйін шығаруға болады? Қазіргі кезде дүниені қалай табуға болады деп ойлайсыңдар? Төртінші, сендердің арман тілектерің қандай? Антонға қандай кеңес берер едіңдер? Енді осы сұраққа жауап беретін болсақ, Антон қандай адам деп ойлайсыңдар? Антон жақсы, ақылды, ізетті, үлкенді сыйлайтын адам. Екінші, қайыршы Антонға бейтаныс кісінің ақылы қалай әсер етті, қалай қорытынды шығарды? Антон сөздерді естіген соң терең ойға қалып тұрып қалды. Үшінші, әңгіме мазмұнынан қандай түйін шығаруға болады? Ерінбей еңбек ету керек, дүниені біліммен, еңбекпен табу керек деген түйін шығаруға болады. Төртінші, сендердің арман тілектерің, білім алу және елге қызмет ету. Бесінші, Антонға қандай кеңес бередің? Сол жиған беделіңді, байлығыңды сақтап қал деп кеңес берер едік. Енді алтыншы, әңгіме кейіпкерлері идеясы туралы ойларыңды попс формуласы арқылы білдіріңдер. Бірінші сөйлем, екінші сөйлем, үшінші сөйлем және соңғы сөйлем. Яғни осыған байланысты сөйлем құраймыз. Менің ойымша, дүниені ерінбей жалқауланбай еңбек етіп табу керек. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Ерініп жалқаулансаң да далада қаласың, еңбек етсең мақсатыңа жетесің. Оны мен мына мысалдармен, фактілермен дәлелдей аламын. Антонның қайыр сұрауы мен сонша жылдан кейін дүкеннің иесі болуынан. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Жас кезінде ерінбей білім алып, еңбек етсең, мәртебең биік болып, мерейің үстем болып, арман мақсаттарыңа жетесің. Жетінші, сенің досың Антон сияқты тіленшілік қылып тұрса, не істер едің? Мен досыма тіленшілік қылуына жол бермес едім. Дұрыс жолға түсуге көмектесемін. Болашақта кім болам деп армандайсың? Мұғалім болам деп армандаймын. Артық болмас білгенің. Артық болмас білгенің. Әлемдегі алғашқы кітапхана осыдан 8 мың жыл бұрын пайда болған. Ежелгі Месопотамия тұрғындары тақтайшаларға балшықты жіңішке сына деп аталатын таяқшалармен жазған екен. Осы тәсілмен сына жазуы танымал бола бастады. Тақтайшаларды күйдіріп, олардың ішіндегі ең бағалыларын бұзылып кетпес үшін арнайы конверттерге салып қойған. Археологтар үлкен сарайларда тақырыптарына байланысты іріктеліп сақталған. Осындай конверттердің біразын тауып алған. Осы кезден бастап кітапхана тарихының алғашқы беті ашылған. Ежелгі Египеттегі кітапханалар ғибадатханаларда сақталған. Оны шырақшылар қарауылдаған. Египеттіктер жазуда алғаш папирус ағаштарына жазып, ұштарына таяқшаларды тығып, орама үлгісінде орап қойған. Ежелгі римдіктер өзгеше үлгіде кітапхана салуды ойластырады. Юлий Цезарь сол кітапхана ісіне бел шеше кірісіп, жобасын жасап, жоспарын да өзі құрады. Цезарь өмірден өткеннен кейін де оның бастамасымен салынған кітапханалар ерекше танымалдыққа ие болған. Римнің бақуатты тұрғындары кітапханаларды арнайы кедей отбасындағылардың пайдалануына жағдай жасады да өздері үшін таптырмас кітап қорларын көбейтті. 4 ғасырда Римде 28-ге жуық кітапхана бой көтерген екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, күнделікті сабақ сіздерге көрініп отырады. Олай болса, сау болыңыздар.